Бүгін сіздерге аскөк, яғни укроп туралы айтқым келеді. Осы және басқа да заттардың, көкөністердің, жемістердің пайдасын білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Аскөк укроптың шөбі де, дәні де адам ағзасына өте пайдалы. Аскөкті күнделікті көктем кезінде пайдаланған баршамызға абзалырақ. Қыстан қатты шаршап шыққан адам организмі көктем келе әртүрлі көкшөптерді пайдаланып, денсаулығын жақсылап тіктеп алуы міндетті. Аскөк укроп суы ішек құрттарына, яғни ішек құрттардың ішектердің микробтарға қарсы, сонымен қатар қақырық түсіретін әсерге ие. Аскөк дәнінің эфир майлары антибактериялық жел айдайтын қабынуға қарсы көмек көрсетеді. Аскөк дәндерінің құрамында эфир майы көп мөлшерде кездеседі. Дәндерінде 6,5%-ға дейін болса, жапырақтарында 0,5%-ге дейін. Өсімдік құрамына кіретін алеин, линол, пальмитон қышқылдары мен анетол, метилхавикол, альфа-пинен, альфа-пеландрен, терпенолен, цитрал, барнилацетат, камфора, фенхон, цинол, лимонен ішектің дұрыс жұмыс істеуіне әсер ететін емдік қасиетке ие. Аскөктің суында жиі ішіп тұрған дұрыс. Аскөк дәндерінің бір ас қасық мөлшерін 1 стакан ыстық су құйып, су буында 15 минут көлемінде қайнатыңыз. Ересектерге тамақтан кейін күніне 3 рет стаканның 4-тен 1 бөлігімен берілсе, омыраудағы балаларға емізуден 10 минут бұрын 3-тен 1 шай қасық мөлшерінде беру қажет. Дайын ерітінді тоңазытқышта 1 айдан артық сақтауға болмайды. Ең дұрысы әркез жаңадан жасап отырған абзал. Аскөкті барлық тағамдарға қосқан дұрыс. Мысал үшін күнделікті пайдаланылып жатқан кешкі тамағымыз, түскі тамақтарымызға пайдалансаңыз, сіздің денсаулығыңызға өзінің жақсы бір септігін тигізетініне сенімдімін. Яғни укропты көбірек пайдаланыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.